Армысыздар құрметті тыңдарман, қызық әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Ай дала, мидай жазық дала. Осы шақырайған далада қой бағуға келген Жақып пен Серік, біреуі қой, біреуі үйде қора тазалап, шөп салып жүретін жігіттер. Осы тірлікті кезекпен атқаратын екеу де араққа құмар қулар. Арасында шаршаған кезде бастығы әкелген арақты сілте ішіп, ерегісіп қалатынды да шығарды. Бір күні осы фазендаға қожайындары бір жастау келіншекті ертіп келді. Қаздиып машинасының алдында маңызды болып келген әдемше келіншекті көргенде екі жұмысшының аузынан суы ақты. Біраздан бері оянбаған бір жерлерінде жан бар екен, ол да жыбыр ете қалды. Бүгін үйде Жақып кезекшілігі екен. Серік мөлиіп қойдың артынан салпақтап кете барды. Ал Жақып қора тазалап үйде қала берді. Қожайын малды ауылға бұл жолы жақсы бір дем алуға келген сияқты. Машинасынан бір жәшік сыра, ішіп жейтін жеміс жидек, тіске басар тағамдарды үйіп төгіп әкелген секілді. Молшылық болатынын білген Жақып бір шетінен қуанып та кетті. Өзімен бірге келген сылқымы машинадан әзер түсіп, мынау әкелген жеріне онша риза емес екендігін білдіріп тұрғандай болды. Көп замай тағы бір джип келді де, одан да бір еркек пен әдемі қыз ба, келіншек пе, жастау әйел адам түсіп жатты. Ал олар келген соң-ақ күн ыстық деп екі жұп екі бөлмелі үйдің ішіне молынан дастарханды жайып жіберіп, қаладан әкелген неше түрлі колбаса, гриль, нанның өзінің 4 түрі бар, балықтың өзінің 3-4 түрін әкелген, сусын мен арақта әкеліпті. Екі жұп оңаша отырысын бастап кетті. Таңертең келген олар түс ауа масая бастады. Екі әйел не вино емес, не арақ, не коньяк емес, бір сусынды ішіп, олар да мәз. Екі еркек sıрадан бастап ішіп еді, аяғында араққа көшіп кетті екеуі. Қожайын мен қасындағы танысы екі келіншекті қастарына алып отырып, оларға да әбден ішпесіне жанын қоймай алдыртты. Онымен де қоймай, екеуін сипалап, үстеріндегі жармай қалған киімдерінің сыртынан әбден түгін қоймай, екі қолдары аралап шығып жатты. Жақыпты бір шақырып, машинадан кола алдыртқан кезінде қожайынның қолы нақсүйерінің екі бұтының ортасында еді. Төртеуі Жақыпты адам құрлы көрмей сипаласып, жабысып отырған. Етектерін барынша түріп, аяқтары айқара ашылып, қалай болса солай отырған. Екі еркек әкелерінің ақысы қалғандай, бүгіннен басқа күн жоқтай ішулерін тоқтатар емес. Сөздеріне қарағанда екеуі серіктес сияқты. Бір жобаның бітпей сағызша созылғанына күйінетін де сияқты. Жақыпты екі келіншектің мінсіз ашық денесі есін алып барады. Мазасы кеткен ол, Серік кешке малды қораға қарай өргізгенде өмірі көмектеспейтін ол бүгін өмірінде осында келгелі бірінші рет Серіктің бір жағынан шығып, болысып көмектесті. Оған жақындап келіп, ана екеуі мал болатын түрі бар. Өлген чешті. Екі қатын екеумізге бұйыратын түрі бар деп ескертіп қойды. Мұны естіген Серік те ширақ қимылдап, малды екеулеп түгел жайғап тастады. Сол кезде қожайын мен онымен бірге келген жігіт кешкісін аяққа зорға тұрған олар ана екі келіншекке шамасы да келмей отырған орындарында қылжиып ұйықтап қалды. Ал екі сылқым келгенде ешкімді менсенбей машинадан әзер түскен сияқты еді. Түзге отыру үшін сыртқа
бір-біріне жабысып шығып келе жатты. Қалада күн тимеген әппақ сандары қып-қысқа етектерінің астынан көрініп тұр. Үстіндегі киімі де екі иығында ілгіші ғана бар қысқа топ мәйкеден әппақ денелері есіңді алып көрініп тұрды. Қап-қара шаштары жайылған соң арқасын жауып көрінбей тұрды. Кешкі мал келіп, азан-қазан уақытта екеуі шығып, әжетхана іздеп далада біраз жүрді. Қойлы ауылда дәретхана қайдан болсын? Мұнда әйел адам болмаған соң, оның қажеті де шамалы. Үй айналып кеткен екеу біраз жүріп, әжетхананы таппаған соң, ары қарай сай жаққа барып, отырып келеміз дегенше, айналаны қараңғылық басты. Жақып, Серік екеуі жылдам тез қимылдап, малды түгел жайғастырып тастаған соң, екі көздері екі сылқымда. Ол екеуі сыртта дәретхана іздеп жүрген кезде Жақып үйге кірсе, қожайын қорылдап, ескі диванда шалқасынан түсіп жатыр екен. Сыңары сықырлауық темір кереуетте бүрісіп ол жатыр. Үйдің іші көк ала, көк түтін. Анаша шегіп отырып, ішімдік ішкен екеу тез масайғаны да сол екен. Серік екеуіне дастарханнан гриль мен колбаса, нан алып алған. Ол қолына бір жартылықты сусынымен алып шығып, екеуі түйіле үсті-үстіне жеп алды. Жартылықтан екеуіне тура екі стаканнан үлес тиді. Оны да қағып салған екі жігіт там айналып, үйге қарай беттеген екі сылқымды бақылап, сыртынан қарап тұрды. Ойлары арам еді. Бірақ ол екі сылқым екеуінің ойын дөп басқандай ашық тұрған екі машинаға қарай беттеді. Дәл осы кезде Жақып пен Серік атып тұрып, екеуіне тұра ұмтылды. Бара сала машинадан сумочкаларын іздеді ме, бастарын машинаға сұғып, аяғы сыртта жерде тұрды. Еңкейген екі сұлуға екі малшы жігіт бас салды. Аяқтарына әзер тұрған екеуі әлсіз ғана қарсыласты. Қараңғыда екеуінің кім екенін де аңғара алмады. Жақып артқы орындықта сұлудың бұтындағы шортиына жармасып, оны сыпырып тастап, өзінің қақиып, әлде қашан тұрып кеткен біраз уақыт әйел көрмегені білініп тұрған тастай дәу айғырын былық-сылқ етіп жатқан келіншектің екі әппақ аяқтарын айқара екі жаққа ашып жіберіп, ортасына қойып кетті. Суланып үлгермеген, дайын емес құп-құрғақ ұясын құрғақ кірген дәу сайманнан оның жан даусы шықты, баж ете қалды. Болмаған соң Жақып кіре қоймаған сайманның басын түкірігімен сулап жіберіп, қайта тығып жіберді. Есін жиып алған келіншек қарсыласуға шамасы келмей де қалды. Дәу сайманнан бұл өзінің ойнасы емес екенін де сезді-ау, бірақ қатты ұнады ма, тырп ете алмады. Қайта өз омырауын өзі сипалап, төсін аша берді. Жақып төсек шабысына келгенде өте қуатты еркек етін. Ол машинаның тар салонында жарты сағаттай тынбай келіншектің тар ұясына өз сайманын соққылап, машинаны селкілдетіп жатты. Жаны кірген әйел «Еще» деп орысшалап, сандырақтап сөйлеп, жігіттің бар дегенін жасауға мүмкіндік беріп жатты. Ал Серікке болса, екінші машинадан түскен келіншек бұйырды. Ол қисалаңдаған келіншекке бата алмай тұрып еді. Сумочкасын іздеген сылқым оны таба алмай, жанында тұрған Серікке өтінді. «Менің сумочкам бар еді, тауып бересіз бе?» деді, буын-буынын ұстай алмай, былық-сылқ етіп. Серік жалмажан машина ішіне еңкейіп, сумочканы іздей бастап еді. Ана келіншек өз-ақ артынан келіп құшақтай бастады. Анау ішсе одан толқы жоқ, түкке де шамасы келмей қылжияды деп Серікке сылқым келіншек өзі жабысты. Өзімен ерік белген еркектің еш қайран жоқ екенін өз-ақ білдіріп қойды.
іздеген сумочка жайына қалып, Серік те келіншекке енді өзі бұрыла берді. Алдыңғы орындықты барынша шалқайтқан ол, әйелдің бұтындағы бір қарыс джинси шортиді әзер дегенде шешіп алды. Іш киімге бас ауыртпады, бір шетін ысыра салып, қақиып тыңдамай тұрған асау айғырын оның ыстық ұясына енгізе берді. Әйелдің жаны кіріп, Серікті екі қолының сояудай тырнақтарымен ақырын арқасынан сипалай берді. Бүлкілге бүлкіл қосып, өзі де қарап жатпады. Әбден суланып кеткен оттай ыстық ұясы мұндай тар болар ма? Есі шыққан Серік басын қанша рет тар салондағы машинаның төбесінде ұрғанында жұмысы жоқ. Әйелде өші бардаяқ, ол екеуі де машинаны барынша селкілдетіп, білгенін жасап жатты. Таңертең ғана аузынан суы құрый қараған, арман болған екі ару, екеуінің езгісінде езіліп, жандары кіре ыңқылдап, еңкілдеп жатты. Екі әйел де бұл түнде Жақып пен Серіктің біраздан бері шөліркеген шөлін басуға жарады. Әрі өздері де ләззатқа баттау. Екі жігіт білгенін жасап бақты. Жақып бір шығарып алған соң сайманын келіншектің шортиімен сүртіп тастап, қайта оятып алу үшін оны сүмірейген күйі әйелдің аузына тақап еді. Ол да оны тыңдап борпылдатып сора бастады. Өңешіне дейін апарып еді, тұншығып қалды. Тағы да осылайша сайманын оятып алып, бұл жолы әйелдің ұясы емес, одан да таптар артқы жағына асықпай тоңқайтып қойып кіргізіп жіберді. Жанын көзіне көрінген әйелде ес қалмады. Басында ауырсынғанымен кейін өзінің жаны кіріп түкке шамасы келмеді. Жақыптың дәу үлкен сайманына тәнті болып жата берді. Түнгі 11-лер шамасында екі жұп та шаршады, титықтады. Бәрін бітіріп, айқасып жатқан бұлар тез есін жиып, екі сылқымды қайтадан киіндіріп, үйдің ішіне кіргізіп жіберді. Біреуі диванға, екіншісі темір кереуетке өз сүйіктілерінің қасына жата кетті. Ал Жақып пен Серік өңі түгіл түсінде көре алмайтын бұндай қызыққа батқанына мәз болып, даладағы сәкінің үстіне екеуі қисайып жата кетті. Мұндай керемет олжаларына дән риза. Бүгінгі шабыныс біраз уақытқа жететініне екеуі риза болып, біразға дейін ұйықтай алмай жатты. Анаша мен ішімдікке бөккен екі серіктес таң ата тұрды ма, ертесі азан мен атып тұрып, қасындағы екі сұлуды асығыс-ұсығыс машинасына қарай сүйрелеп, Қойлы ауылдан қайтып бара жатты. Мастық пен шала ұйқыдан әрі-сәрі болған екі сұлу түк түсінбеген күйі машинаға мініп, қожайындармен қалаға кете барды.